Алла Таала Құранда стаузбилля «Вала ту'тус-суфахаа амвалакум». Садақаллаху азим. Сілер мұндай ақылсыз, ақмақ, ойланбаған, жеңіл ойлу, пайда зиянды айырмалаваған адамдарды суфаха дейді, сафих дейді. Құдайым ошондай ысырапкерлерді өз маңдай теріменен тапқан малын чачып, пайда зиянына қарабай жұмшала тұрғандай деңгейлді емес, андан чектен аша жұмшай беріп ысырап қылып бергендерді Құдайым ушундай дейді. Алардың андайларға мал бербеш керек. Андай адамдар ақылсыз, ақылы жоқ, жақшы жаманды айырмалай албаған, пайда зиянды билбеген адамдардың қатарына қошып атады Құдайым Құранда ысырапкерлерді.